Кайырлы күн, кадырменді достар, конкурсқа қатысушылар. Добрый день, уважаемые гости. Бүгінгі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары педагогтер арасындағы екінші республикалық кәсіби шеберлік байқауының жабылу салтанатына қош келдіңіздер. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии закрытия и награждения победителей второго республиканского конкурса профессионального мастерства по отраслям сервиса и обслуживания среди педагогов организаций технического и профессионального образования. 31 қазан 5 қараша аралығындағы Маңғаз-Маңғыстаудың төрінде сервис және қызмет көрсету саласының 6 құзыреттілігі бойынша екінші республикалық конкурс Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледжінің, Маңғыстау туризм колледжінің құзыреттілік алаңдарында және Холодыйын қонақ үйінде өткізілді. Конкурс среди педагогов профессионального мастерства – это самый престижный конкурс профессии, позволяющий продемонстрировать свое мастерство, стать лучшим в своей специальности. Сервис және қызмет көрсету саласы бойынша кәсіби шеберліктің республикалық конкурсына Астана, Алматы, Шымкент қалаларынан және 13 облыстан 60 педагог қатысты. 5 дней напряженной работы, сосредоточенность и волнение. Конкурсные задания оценивали сертифицированные эксперты из России, победители первого республиканского конкурса профессионального мастерства, главные эксперты по компетенциям Республики Казахстан, а также социальные партнеры. Құттықтау сөз Маңғыстау облысының білім басқармасының техникалық және кәсіптік білім бөлімінің басшысы Қазылар алқасының төрайымы Сармужина Жания Оңалбайқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті кәсіби шеберлік конкурсына еліміздің түкпір-түкпірінен келген қатысушылар, сарапшылар, көрермендер. Қарт Каспийдің жағасында Маңғыстау елінде өткен техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының арасында сервис және қызмет көрсету саласы бойынша екінші республикалық кәсіби шеберлік конкурсының өз мәресіне жетуімен құттықтаймын. Бұл конкурс WorldSkills чемпионаттарына қас шеберлерді дайындап жүрген небір майталмандарымыздың бақ сынайтын, өзінің шеберлік іскерлігін көрсететін конкурс болып, конкурсқа арнайы пән оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлері қатысты. Конкурс ағымдағы жылдың 31 қазаны мен 5 қараша аралығында сервис және қызмет көрсету саласы бойынша Ақтау қаласында өткізілді. Конкурсқа Астана, Алматы, Шымкент және 13 облыстан 61 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлері мен арнайы пән оқытушылары қатысты. Конкурс 6 құзыреттілік бойынша өткізілді. Оны 40 сарапшы, оның ішінде Ресей Федерациясынан сертификаттан өткен, арнайы сертификатты өткен сарапшы бағалады. Негізгі конкурстың өз мәнінде әділ өту басында осы шақырылған сарапшылар WorldSkills стандарттарына сәйкес CIS жүйесінде бағалады. Сонымен қатар екінші республикалық кәсіби шеберлік конкурсының аясында бірнеше жан-жақты жұмыстар жүргізілді. Оның ішінде іскерлік бағдарламалар өткізілді. Іскерлік бағдарламалар колледждердің құзыреттілік алаңдарында серіктес мекемелердің базаларында және сонымен қатар оқушылар шеберлік орталықтарында өткізілді. Негізгі тақырыптары бойынша аспаз құзыреттілігі, кондитер құзыреттіліктері бойынша шебер сыныптар өткізілді. Және сонымен қатар тігін өндірісінде 3D модельдеу бойынша шеберлік сыныптар көрсетілді. Және бұл 3D модельдеуді қалай жүргізуге болады, қандай бағдарламалармен жұмыс жасау бойынша да тәжірибелерімен бөлісті. Осы іскерлік бағдарламалардың аясында қатысушыларға сертификаттар берілді. Бұл конкурстың қатысушыларға берері мол болды деп есептейміз. Себебі қатысушыларды жан-жақты өзінің салалары бойынша негізгі тәжірибелермен бөлісу жұмыстары жүргізілді.
Құрметті екінші республикалық кәсіби шеберлік конкурсына сервис және қызмет көрсету саласы бойынша қатысушылар, сіздерді алдағы уақытта да өздеріңіздің шеберліктеріңізді шыңдап, жоғары жетістіктерге жететініңізге сенімдіміз. Себебі конкурстың аясында сіздер өздеріңіздің барлық іскерліктеріңізді, шеберліктеріңізді жан-жақты көрсеттіңіздер. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Жақсы күндерде жүздескенше сіздерге әр уақытта сәт сапар тілейміз. Праздник рабочих профессий состоялся благодаря слаженной дружной команде участников, экспертов и спонсоров конкурса. Спасибо вам всем! Конкурсқа қатысушылар, біздің мерекеміздің басты кейіпкерлерін барлық жүректерімізбен, толқуларымызбен марапаттауды бастаймыз. Слышите, как стучат наши сердца? Начинаем церемонию награждения. Киім үлгілеу құзыреттілігі бойынша үздік маман номинациясымен Ахмедова Дана Ибрагимовна, Павлодар облысы, Павлодар қызмет көрсету саласы колледжінің өндірістік оқыту шебері. Тусупбаева Ақбота Рамазановна, Қарағанды облысы, Қарағанды технология және сервис колледжінің өндірістік оқыту шебері. Жусупова Айсұлу Асанқызы, Түркістан облысы, Түркістан жоғары көпсалалы қолөнер колледжінің арнайы пән оқытушысы. Екінші орын иегерлері Битимирова Меруерт Калкамановна, Шымкент қаласы жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжінің өндірістік оқыту шебері. Кунаева Ақжарқын Батыровна, Маңғыстау облысы, Қарақия кәсіптік колледжінің өндірістік оқыту шебері. Имангалиева Мунира Батыргалиевна, Батыс Қазақстан облысы, сервис және жаңа технологиялар колледжінің өндірістік оқыту шебері. Бірінші орын иегері Ким Людмила Ивановна, Алматы облысы, Алматы сән және дизайн колледжінің өндірістік оқыту шебері. Үздік шебер номинациясы бойынша Мухаева Зайра Серікқызы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласының Ақан Сері атындағы жоғары мәдениет колледжінің өндірістік оқыту шебері. Әбдібекова Зайреш Мирамкуловна, Жамбыл облысы, Тараз сервис және технологиялар колледжінің өндірістік оқыту шебері. Үздік дизайнер номинациясы бойынша Рашид Айнаш Әлібекқызы, Қызылорда облысы, Абылайхан атындағы жоғары колледжінің өндірістік оқыту шебері. Үздік тігінші номинациясы бойынша Егізбай Гүлсара Қорқытқызы, Ақтөбе облысы, Шалқар аграрлық техникалық колледжінің өндірістік оқыту шебері. Бақкелдиева Назгүл Ташмұхаммедқызы, Алматы облысының қызмет көрсету және тамақтандыру саласындағы инновациялық технологиялар колледжінің өндірістік оқыту шебері марапатталады. Құттықтаймыз! По компетенции поварское дело награждается в номинации «Лучший специалист» Акижанов Нурбусын Адалетович, мастер производственного обучения Алматинского колледжа сервисного обслуживания города Алматы. Нургазинов Асет Ахметович, преподаватель специальных дисциплин Павлодарского колледжа сервиса и питания Павлодарской области. Щектыбаева Анна Анатольевна, преподаватель специальных дисциплин Саракольского колледжа агробизнеса и права Костанайской области. Таубалдиев Досымжан Асанжанович, мастер производственного обучения Тарасского колледжа сервиса и технологий Жамбылской области. Жангазина Гульнара Жумагельдиевна, мастер производственного обучения колледжа бизнеса и сервиса города Семей, Абайская область. Ибайдаева Бактыгуль Алдановқызы, преподаватель специальных дисциплин Казалинского аграрно-технического колледжа Кызылординской области. Третье место занял Иманжан Мукаш, мастер производственного обучения Алматинского областного колледжа инновационных технологий в сфере услуг и питания. Второе место занял Алтынбек Куаныш Ерланович, мастер производственного обучения колледжа индустрии питания и сервиса города Шымкент. Первое место занял Мухан Азиз Орозмагомбетович, мастер производственного обучения Мангистауского колледжа туризма Мангистауской области. В номинации «Уздых Аспас» заняла Урпатшаева Зарина Махсутовна, мастер производственного обучения Карагандинского коммерческого колледжа Карагандинская область. А также Усенко Евгения Викторовна, мастер производственного обучения Агротехнического колледжа село Астраханка, Акмолинская область. В номинации «Уздых Шебер» награждается Мухитова Бейбиткуль Сакеновна, мастер производственного обучения колледжа сервиса и новых технологий Западно-Казахстанской области.
В номинации «Жас Аспаз» награждается Ажигереева Гульмиза Асхатовна, преподаватель специальных дисциплин Индерского многопрофильного сельскохозяйственного колледжа Атырауской области. В номинации «Унерле Аспаз» награждается Голубева Светлана Семеновна, мастер производственного обучения колледжа сервиса и новых технологий города Астана. По номинации «Креатив-те Аспаз» награждается Исламбекова Байнсулу Ахмедкановна, мастер производственного обучения Актюбинского колледжа сервиса Актюбинской области. Поздравляем! Наубайшысы құзыреттілігі бойынша үздік маман номинациясымен Дәулетова Гүлзираш Орлановна, Қарағанды облысы Теміртау кәсіптік техникалық колледжінің өндірістік оқыту шебері. Тынымова Райлым Жанатовна, Ақмола облысы Степногорск қаласы жоғары колледжінің өндірістік оқыту шебері. Үшінші орын иегері Караева Мақпал Нұрлыбековна, Шымкент қаласы тамақтану және қызмет көрсету индустриясы колледжінің өндірістік оқыту шебері. Екінші орын иегері Мусина Данагүл Энгельсовна, Батыс Қазақстан облысы сервис және жаңа технологиялар колледжінің өндірістік оқыту шебері. Бірінші орын иегері Нұржигитова Жанат Жұбатановна, Маңғыстау облысы Маңғыстау туризм колледжінің өндірістік оқыту шебері. Үздік наубайшы номинациясы бойынша Назарбаева Гүлсана Насеновна, Ақтөбе облысы Ақтөбе сервис колледжінің өндірістік оқыту шебері. Жас наубайшы номинациясы бойынша Божбанова Жанар Наурызбаевна, Алматы қаласы Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің өндірістік оқыту шебері. Өнерлі наубайшы номинациясы бойынша Ансабаева Гүлмира Дүйсеновна, Жетісу облысы Талдықорған агротехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы марапатталады. Құттықтаймыз. По компетенции кондитерское дело награждается в номинации «Лучший специалист» Зуев Александр Владимирович, мастер производственного обучения Талдыкурганского колледжа сервиса и технологий Житесуйской области. Третье место заняли Пиццина Ирина Александровна, преподаватель специальных дисциплин Павлодарского колледжа сервиса и питания. Шарипова Ару Сериковна, мастер производственного обучения Западно-Казахстанского колледжа сервиса и новых технологий. И Реджаметова Дильбар Давладжановна, мастер производственного обучения колледжа индустрии, питания и сервиса города Шымкент. Второе место заняла Атеева Динара Кабылбековна, Алматинская область, мастер производственного обучения Талгарского политехнического колледжа. Первое место заняла Ритпаева Альбина Докторбаевна, мастер производственного обучения Мангистауского колледжа туризма Мангистауской области. Поздравляем! В номинации «Үздік кондитер» награждается Минайдар Жазира Нурланқызы, преподаватель специальных дисциплин Кызылординского колледжа обслуживания и сервиса Кызылординской области. В номинации «Жас кондитер» награждается Мейерман Оразгуль Нуралықызы, мастер производственного обучения Алматинского колледжа сервисного обслуживания города Алматы. В номинации «Унерле кондитер» награждается Бондаренко Ирина Константиновна, мастер производственного обучения Актюбинского сервисного колледжа Актюбинской области. В номинации «Креативный кондитер» награждается Тлюбаева Жанна Сатыбалдиевна, мастер производственного обучения Высшего колледжа города Щучинск Акмолинской области. Мейрамханалық қызмет көрсету құзыреттілігі бойынша үздік маман номинациясымен Керімбеков Азат Сабитович, Алматы қаласы туризм және қонақжайлық индустриясы колледжінің өндірістік оқыту шебері. Үшінші орын иегерлері Садриденова Альмира Маратовна, Павлодар облысы Павлодар сервис және тамақтану колледжінің өндірістік оқыту шебері. Ракешева Аниса Амангазиевна, Абай облысы бизнес және сервис колледжінің арнайы пән оқытушысы. Бірінші орын иегерлері Абылан Меруерт Әміреханқызы, Шымкент қаласы тамақтану және қызмет көрсету индустриясы колледжінің өндірістік оқыту шебері. Иманғалиева Ұлпан Ілесқызы, Маңғыстау облысы Маңғыстау туризм колледжінің өндірістік оқыту шебері. Үздік сәмиле номинациясы бойынша Исаханова Толқын Бауыржановна, Ақмола облысы Щучинск қаласының жоғары колледжінің өндірістік оқыту шебері. Үздік скилл-тест номинациясымен Ақсамит Маргарита Юрьевна, Қарағанды облысы Теміртау кәсіптік техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы. Табандылық үшін номинациясымен Гүлжигитова Баян Сүйіндіковна,
Атырау облысы Құрманғазы аграрлық техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы. Ағылшын тілінің үздігі номинациясымен Бижанова Лаура Асылбековна, Батыс Қазақстан облысы сервис және жаңа технологиялар колледжінің арнайы пән оқытушысы. Жеңіске ұмтылысы үшін номинациясымен Воронов Евгений Сергеевич, Қостанай облысы Рудный технологиялар және қызмет көрсету колледжінің өндірістік оқыту шебері. Құттықтаймыз! По компетенции администрирования отеля третье место заняли Мухтар Алтынай Канатовна, мастер производственного обучения Тарасского колледжа сервиса и технологий Жамбылской области, и Хамзина Адина Сериковна, преподаватель английского языка Темиртауского профессионального технического колледжа Карагандинской области. Первое место заняли Байтуякова Мадина Акимбековна, преподаватель специальных дисциплин Мангистауского колледжа туризма Мангистауской области, и Тлеова Бахыткуль Мирамбековна, преподаватель специальных дисциплин колледжа Эдлет, города Алматы. В номинации «Самый приветливый администратор» награждается Досанбаева Сая Ильдусовна, Атырауская область, преподаватель специальных дисциплин Атырауского колледжа сервиса. В номинации «Самый доброжелательный администратор» награждается Исамбаева Жансылу Азаматовна, Мангистауская область, мастер производственного обучения Мангистауского колледжа туризма. Поздравляем! Сегодня нет проигравших. Сегодня победили профессионализм и вера в свои силы. Сіздерге табандылық, жаңа жеңістер, еңбекте табыс, ең батыл идеялар мен алға қойған мақсаттарыңызды іске асыруды тілейміз. Вперед, к новым вершинам, к новым знаниям. Хош, сау болыңыздар!